Іш қатумен қиналасыз ба? Ішектерді тазартудың 3 қадамы. Дәрігер Буновский ұзақ өмір сүру мәселелері бойынша танымал сарапшы. Сергей Михайловичтің сенімі бойынша таңғы астан басталмауы керек. Алдымен ағза кешегі тамақ қалдықтарынан тазару керек. Таңертең асқазан ішек жолын жаңа күнге және жаңа тамаққа дайындау керек, яғни үлкен дәретке бару керек. Бірақ әрине барлық адам бірдей күнде таңертең үлкен дәретке бара алмайды. Іш қатумен қиналатын адамдар да көп. Бұл процесті ретке келтіру үшін дәрігер Буновскийдің әдістеріне жүгінуге болады. Бұл жайлы сарапшының блогында жазылған. Салқын душ. Дәрігер Буновскийдің айтуынша, таңертең ұйқыдан тұра сала жылдам салқын душқа түсіп алған дұрыс. 5-10 секунд салқын су қан айналымын жақсартады және ұйқыны ашады. Бұл өздігінше криотерапия дейді дәрігер. Көк шай. Денені душқа шайғаннан кейін ішектерге де душ керек. Ол үшін жылы су ішіңіз. Аздап бал қосылған көк шай ішу де пайдалы. Дәрігердің айтуынша, таңғы асқа дейін көк шай ішу әдеті. Уақыт өте ағзаға іш жүргізуші әсер бере бастайды. Егер созылмалы іш қатуға бейім болсаңыз, бұл сусын сізге өте пайдалы. Жеңіл гимнастика. Таңғы гимнастикалық комплекске құрсақ тығыршығына және аяққа арналған жаттығуларды, мысалы, отырып тұруды қосыңыз, дейді дәрігер Буновский. Таңғы гимнастика көп уақытты алмайды және ол тек 3-5 жаттығудан тұруы мүмкін. Бастысы бұлшық еттерге аздап жүктеме беру. Егер де арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді.